Кітап дегеніміз алдыңғы ұрпақтың артқы ұрпаққа қалдырған рухани өсиеті. Кітап оқудан тыйылсақ, ой ойлаудан да тыйылар едік. Мен көрнекті жазушы Мұхтар Мағауиннің «Бір атаның балалары» повесін оқи отырып, сіздермен алған әсерім жайлы бөліскім келіп отыр. Көрнекті жазушы Мұхтар Мағауиннің «Бір атаның балалары» повесі тәрбиелік маңызы зор шығарма. Аталған шығармада соғыс кезеңіндегі бір ауылдың басынан өткен ауыр тұрмысы, қыршын кеткен ерлердің ата-аналарының, ұлты әр басқа жетім қалған балалардың тағдыры, олардың жан толқыныстары шынайы суреттеледі. Шығарманың негізгі идеясы соғыс қасіретін көрген осы балалардың басқа отбасында тәрбиеленіп, бір атаның балаларындай өсіп өнуі арқылы көрініс табады. Шығармада бар баласын соғысқа аттандырып, қара қағаз алып, отым өшеді деп отырған Ахмет шал неміс баласы Зигфридті бауырына басып алады. Оған қазақшалап Зекен Ахметұлы деген атау береді. Зекенді өгейсітпей, бар мейрамын төгіп, оның жақсы адам болып шығуына бар жағдайын жасайды. Зигфридтің жанарын жасқа толтырып, жетімдер үйіне апарып тастауға ары жібермегені, қазақтың қандай жағдай болса да жүрегінде жылылық оты өшпегенінен хабар беріп тұрғандай. Осылайша аталған туынды бір заманда туып, бір дәуірде ер жеткен жасөспірімдердің әртүрлі тағдырын бейнелейді. Ең бастысы, осы туындыны парақтаған жан жұмыр басты пендені нәсіліне, діліне, түрі мен тегіне бөлмеу керектігін ұғынатындығы анық. Одан қалды барлығымыздың бір өзеннің арнасы, бір атаның баласы екенімізге көзіміз жетеді. Мен аталған туындыны талай жанның жүрегіне жылылық, махаббат, бауырмалдық пен елжандылық сезімін ұялатады деп айтар едім. Әрі барша оқырманға оқуға кеңес беремін.